Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Осы бейнеде сіздермен бірге асқабақтан өте дәмді кремовый суп дайындайтын боламыз. Бұл суп денсаулыққа өте пайдалы, дәруменге толы. Ал бастайық. Пиязды 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл асқа қажетті барлық заттарды осы бейненің астына жазып қоям. Сол жерден оқысаңыздар болады. Сәбізді де 4 бұрышты етіп тураймыз. Мен 2 сәбіз алдым. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецепттермен бөлісемін. Осы бейненің төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сәбізді турадық, содан кейін картопты тураймыз. Егер осы асты дайындап, өздеріңізге ұнаса, міндетті түрде осы бейненің төменгі жағындағы комментарий бөлімінде жазуды ұмытпаңыздар. Мен өте қуанып қалам, егер менің осы рецептім сіздерге пайдалы болса. Картопты турағаннан кейін чеснокты да ұсақтап тураймыз. Ең соңында асқабақты 4 бұрышты етіп тураймыз. Яғни барлық көкөністерді ұсақтап турап, қуырып пісіретін боламыз. Ең артында блендермен еземіз. Сондықтан ұсақтап турағандарыңыз дұрыс болады. Бізде үйдің асқабағы өте дәмді. Асқабақ дайын. Енді қазанға кішкене сұйық май құйып, сұйық май қызғаннан кейін пиязды салып, жоғарғы отта жақсылап қуырамыз. Келесі кезекте бізде сәбіз болады, жақсылап араластырамыз. Содан кейін чеснокты қосасыздар. Яғни барлық көкөністерді кезегімен қосып жақсылап қуырасыздар. Картопты да жақсылап қуыру қажет. Жоғарғы отта қасында тұрып қуырып алсаңыздар тез болады. Асқабақты қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, тағы да араластырып, 1 минуттай қуырамыз. Содан кейін қайнап тұрған су құямыз. Ортаңғы отқа бір 20 минуттай пісіресіздер. Енді көкөністі қалай турасыздар, соған байланысты пісу уақыты болады. Қақпағын жауып қоям. Менде көкөністер толығымен пісті. Кішкене осы ас суғаннан кейін блендермен еземін. Яғни ыстық күйінде блендерді қолданып, беттеріңізге шашырап күйіп қалмаңыздар, абайлаңыздар. Себебі білесіздер, блендер кішкене жан-жаққа шашырайды блендермен езген кезде. Жақсылап езгеннен кейін кілеге қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Асқабақтан крем суп дайын және сухарикімен бірге жеуге болады. Яғни мен наннан сухарики дайындадым. Баршаңызға ас болсын. Егер осы пайдалы ас сіздерге ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.